жататын қосымшаны білеміз. Білгіш сөзінің түбірімен қосымшасын кім табады? Білгіш деген сөздің түбірімен қосымшасын кім табады? Тағы басқалар білмесін. Асен, білгіш сөзінің түбірі. Біл, түбір, гіш, жұрнақ. Біл, түбір, гіш, жұрнақ екен, жақсы. Туынды сөз қай? Қосымша арқылы жасалады. Туынды сөз. Нұрасыл. Туынды сөз. Түбір сөзге жұрнақ. Түбір сөзге жұрнақ. Жалғанса? Туынды сөз. Түбір сөзге жұрнақ жалғанса, туынды сөз шығады. Енді туынды сөз қай қосымша арқылы жасалады? Туынды сөз. Жұрнақ арқылы жасалады екен, ал қана жұрнағына сөз қосып, қандай сөздер жасауға болады? Әрі отырағы. Балғын? Кітапхана, асхана, дәріхана отырағы жақсы. Өте жақсы. Енді сөздің түбірге жалғанатын бөлігі не дейді? Сөздің түбірге жалғанатын бөлігі не дейміз? Мұхаммед? Қосымша деп атайды. Міне осындай біз өткен едік. Алдында осы тақырыпта үй тапсырмасы ережені жақсы. Енді біз жаңа сабақ өтеміз. Негіз жаңа сабақ өтеміз. Жаңа сабақтың мақсаты сөздердің соңғы буындарына қарай қосымшалардың жалғануы, негізгі түбірге жұрнақта жалғау арқылы жаңа туындылар жасау екен. Біз осы жаңа тақырыпты бастамас бұрын өзіміз видеоролик дайындағанбыз. Сол видеороликке қарап, соны көреміз. Видеороликті көргеннен кейін сол жерде не көрдіңдер? Қандай сөздермен таныстыңдар? Жұрнақ қалай жасалады? Қосымша қалай жасалады? Соны көреміз. Жақсы тыңдайық, неғып тұрамыз. Тез салып тыңдаймыз. Анық қалай баласы?
Al ballar videoyu koyduk ya. Koyduk. Ne туралы екен? Жұрнақ пен жалғау туралы. Ал тағда ішінде қандай сөздер кездесті? Расул? Айта. Туынды сөз, яғни түбір сөз деген не жалғанған? Түбір сөзге не жалғанған? Жұрнақ жалғанған және жалғау жалғанған. Және барлық сөздерге жұрнақ жалғау не сөздің мағынасын өзгерте береді екен қосымшаның барлығы. Сонда көрдік па? Ал Нұрмұхамед? Жоқ. Қандай қосымшаның түрі сөздің мағынасын өзгертеді екен? Жұрнақ. Жұрнақ жалғанса сөздің мағынасы өзгереді екен. Ал жалғау жалғанса ше? Отыра. Жалғау жалғанса Марал жалғау не істейді екен? Сөз бен сөзді байланыстырады екен, я? Және жұрнақ жалғанса қандай сөз болады екен? Қарай? Қандай сөз пайда болады екен? Дұрыс, сөздің мағынасын өзгертіп, тағы да қандай сөз пайда болды? Болады? Туынды сөз пайда болады екен, я? Жұрнақ жалғанса, туынды сөз пайда болады екен. Жалпы видеороликтен көрдік қоя, жұрнақ пен жалғау. Бірінші не жалғанады екен? Түбір сөзге. Түбір сөзге не жалғанады? Жоқ, мен қол көтереміз тек қана. Түбір сөзге не жалғанады екен? Бейбіт? Андасаңыз сабаққа. Не жалғанады түбірге? Бірінші. Қандай қосымша жалғанады екен? Жалғау жалғана ма? Жалғау жалғанады екен ба? Жоқ. Жұрнақ жалғанады екен, я? Түбір сөзге. Бірінші жұрнақ жалғанады. Содан кейін бар, не қандай қосымша жалғанады екен? Жалғау жалғанады екен. Өте жақсы. Ал мен енді сабаққа жақсы қатысып отырғандарға күнделікті сұрақтар жақсы не алайын, бағалайын, кейін тапсырмасын орындаған болсақ, дәптерді жинайық. Дәптерді жинайық. Жылдамырақ болады, балалар. Жылдам. Жылдамырақ болады. Арнұр аса дәптер. Өзіңнің берісі өзіңнің аққалы бересің. Жазамыз дәптерге. Бүгінгі күнді жазайық. Бүгінгі күнді 27 қараша сынып жұмысы түбір мен қосымшаның тапсырылуы.
болды ма? Жас болған болса қаламсақ жайнап қой. Кітаптың 89-шы беттегі 36-шы шатуға қараймыз. Мәнінде оқимыз. Есін оқи қойшы. Болғанымызға есін оқи қой. Ұясына күн батып, айналаны күн бастырып, дала мүлік балбырап, жылжытып басты. Бізде үйге бетінді, енді әпкеншек теппеді, ойнасақ та көзақ, марына жетпеді. Түнде тыныс аламыз, тезақ ұйықтап қаламыз, жалғасына ойынды түсімізде барамыз. Бұл жерде балалар, бұл өлеңге өлең неліктен түн деп аталған деп ойлайсыңдар. Өлең неліктен түн деп аталған? Басқа балым айтып қойшы. Өлең түн туралы. Дұрыс, өйткені өлең түн туралы. Отыра ғой, жақсы. Ары қарай, балалар түнде неге әткеншек теппейді? Не себептен орнымызда теппейміз? Өйткені ол қараңғы. Сондықтан да түнде әткеншек тепуге болмайды. Түн мезгілі күндізгі уақытпен салыстырып айтайықшы. Түн мен күндізгі уақытты салыстырайықшы. Кім салыстырады? Жайна салыстыршы. Тұрса орнынан. Күндіз қандай болады? Күнде қандай болады? Күнде күн жақын. Дұрыс, күндіз күн жарқырап тұрады. Түнде жұлдыз және ай, жұлдыз көрінеді екен. Күндіз адамдардың барлығы күндіз не істейді? Ұйықтайды ма? Күндіз не істейді? Кім айтады? Не істейді күндіз? Жұмыс істейді. Жұмыс істейді. Ал түнде айлығы не істейді? Демалады екен. Өте жақсы. Енді қазір дәптерімізді ашып 37-ші жаттығуды жазамыз. 37-ші жаттығуды көшіреміз. Ал 37-ші жаттығуды мәтінді қатессіз, әдемі, көркем етіп жаз дейді. Lupa. Pas болды па? Pas болса қалдырып жайнап қоямыз. Болды па? Жазып болса қалдырып жайнап қоямыз да бір өзімізді сергітіп алайықшы, кәне орнымыздан тұрамыз. Бәріміз жазып, орнымыздан тұрып өзімізді сергітіп аламыз, кәне. Бір, екі, үш.
сендер айтпай ақ қойсаңдар. Жақсы отырасың. Балалар болды ба? Қаламсап жайнап қоямыз. Енді мына жерде дөңгелек ішінде буындар мақал құрастырылған. Сол дөңгелектің ішінде сол буындардан мақалды құрастырамыз. Бәріміз қараймыз. Бірінші сыртқы дөңгелекті, сосын ішіндегі дөңгелекке қарап мақал мәтін құрастырамыз. Көрдіңдер ма? Көрдіңдер ма? Біріншісін құрастырады, бірінші мақалды құрастырады. Жоқ, басқаларымыз ше, көтермейміз. Апай демейміз, үндемей отырады. Басқамыз көтермейміз ба? Арай айтсын шығар. Өнерлінің